Флик Педриді бір уақытта босатып, командаға бірінші кезеңде бақылауды бере алатын ойыншыны алады. Тәуекелді жоғары желіні сақтандыруға айналыңыз. Ең бастысы, Барса жақында Реал Мадридтің дайын ойыншысы болып саналған футболшыны ала алады. Бүгін біз Родридің неліктен Флик жобасының ең маңызды трансферлерінің бірі бола алатынын талдаймыз. Достар, жайғасыңыздар. Біз бастаймыз. Родридің Барселонаға трансфері қарқын алуда. Соңғы мәліметтер бойынша, Манчестер Ситидің жартылай қорғаушысы Барсаның спорттық басшылығына Ханси Флик командасына ауысуға келісім берген. Бұл маңызды қадам, өйткені қазір каталондық клуб ойыншыға ағылшын клубымен келіссөздер жүргізуге рұқсат алды. Бұған дейін Родри ұзақ уақыт бойы Реал Мадридпен байланыста болған. Оның үстіне, оның Мадрид клубымен түбегейлі келісімі бар екені хабарланды. Бірақ жағдай өзгерді. Барселона қарқын алды. Ал ойыншының өзі қазір Фликтің жобасына сүйеніп отыр. Барыстың қызығушылығының басты себебі Де Йонгтың жарақаты. Егер Нидерландыға операция қажет болса, ол 4 немесе 5 айды өткізіп жіберуі мүмкін. Сондықтан клуб бұл позицияны ең жоғары деңгейде жаба алатын ойыншыны іздей бастады. Және бұл жерде Родри тамаша нұсқа болып көрінеді. Ханси Флик бұл операцияға жеке араласты. Испандық баспасөздің хабарлауынша, жаттықтырушы Родри мен Барселона жобасын және оның командадағы алатын рөлін түсіндіру үшін тікелей сөйлескен. Флик үшін бұл жай ғана аты үшін трансфер емес. Ол Барселонаға орталық алаңда тәжірибелі көшбасшы, үлкен матчтарда жеңіске жетуге, Чемпиондар лигасында өнер көрсетуге және маусымның шешуші сәттерінде де команданы басқаруға дағдыланған ойыншы қажет деп санайды. Родри бұл профильге сәйкес келеді. Ол Испания құрамасының сапында әлем чемпионы, алтын доптың иегері және Еуропадағы ең үздік жартылай қорғаушылардың бірі. Сонымен қатар Барселонада ол Испания құрамасының өзегі Педри, Гави, Дани Олмо, Ламин Ямал және Паука Барсимен қатар ойнай алады. Бұл да маңызды рөл атқарды. Родридің қазір Барселонада ойнайтын Испания құрамасындағы бірнеше серіктестері онымен үнемі араласып, оны Флик жобасын таңдауға көндіруге көмектескені хабарланды. Енді келесі қадам Манчестер Ситимен келіссөздер жүргізу. Фабрицио Романоның айтуынша, Барселона Родри үшін ресми клубтық келіссөздерді бастады. Каталондықтар мәмілені жабуға болатынына сенімді, бірақ Ситидің ұстанымы әлі де қатал. Барселонаның бірінші ұсынысы қабылданбады. Бұл 45 миллион еуро белгіленген сома және тағы 10 миллион бонус туралы болды. Манчестер Сити көбірек алғысы келеді. Ағылшындар шамамен 65 миллион еуроны мақсат етіп отырғаны хабарланды. Дегенмен бұрын Реал Мадридпен келіссөздерде жоғары сомалар да аталған болатын. Бірақ Барселонаның маңызды дауы бар. Родриге келісімшарт бойынша 1 жыл ғана қалды. Каталондықтар ұсыныстың белгіленген бөлігін айтарлықтай арттырғысы келмейді және бонустарды ескере отырып, жалпы сома 60 миллион еуроға жақындауы мүмкін деп санайды. Родридің өзі өз таңдауын жасап қойған. Ол Барселонаға келгісі келеді және клубтардың түпкілікті ымыраға келуін күтуге дайын. Бұл жаңалық қазірдің өзінде Реал Мадридтің жанкүйерлерінің наразылығын тудырды. Мадридте олар Родридің клубтың жаңа үлкен трансфері болуы мүмкін екеніне сенімді болды. Әсіресе оның күшті әлем чемпионатынан кейін. Бірақ қазір бәрі басқаша болып көрінеді. Мадридте дүниеге келген ойыншы ең жақсы қарсыласын таңдай алады. Барселона үшін бұл қарсыласына 2 есе ауыр соққы болды. Клуб әлемдегі ең жақсы жартылай қорғаушылардың бірін алып қана қоймай, Реал Мадридтің орталық алаңдағы маңызды орнын жабуына жол бермейді. Барсаның Родриге деген қызығушылығы қазір пайда болған жоқ. Бұл оқиға 9 жылға жуық уақытқа созылады. 2017 жылы Родри Вилла Реал сапында ойнаған кезде Барселона Серхио Бускетстің мұрагері ретінде оның соңынан ерген болатын. Бірақ содан кейін клуб тым кеш қосылды. Ал ойыншы жеңіл атлетикаға қайта оралуға бет алды. Кейінірек ол Манчестер Ситиге ауысып, команданың негізгі ойыншыларының біріне айналды. Бір қызығы, 2024 жылы Деку Родри туралы ашық айтты. Содан кейін спорт директоры Бускетсті ауыстыру мүмкін емес екенін мойындады. Бірақ бұл профильге ең жақын ойыншы Родри болды. Рас, содан кейін ол бірден Манчестер Сити оны сатпайтынын айтты. Қазір жағдай өзгерді. Родриге келісімшарт бойынша 1 жыл қалды. Барселона ойыншының келісімін алды. Ал Флик келіссөздерге жеке өзі араласты. Мәміле әлі жабылған жоқ. Манчестер Ситимен келіссөздер жүргізу керек және бұл оңай болмайды. Бірақ егер Барса операцияны соңына дейін жеткізе алса, клуб осыдан 9 жыл бұрын ашылған шеңберді жабады. Содан кейін Родри Бускетстің болашақ алмастырушысы ретінде қарастырылды. Енді ол Де Йонгтың жоқтығын өтеу және Ханси Фликтің орталық алаңының көшбасшысы болу үшін дайын жұлдыз ретінде келуі мүмкін. Достар, бұл туралы өз ойларыңызды түсініктемелерде жазыңыздар. Және бұл видеоға лайк басып, жазылу арқылы қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Біздің мақсатымыз 500 лайк жинаймыз. Келесі күні бірден жаңа бейнебаян шығады. Қолдауларыңызға көп рахмет. Бірақ бұл жерде Родридің ықтимал трансферін ерекше қызықты ететін тағы бір мәселе бар. Барселонаға жарақат алған Де Йонгтың орнына уақытша ғана қажет емес. Егер бұл трансфер шынымен орын алса, Флик орталық алаңның құрылымын толығымен өзгерте алады. Родри Де Йонг мүлде басқа типтегі футболшылар. Фрэнки допты алып,
Оны өз бетімен алға жылжытқанда әсіресе қауіпті. Ол қысыммен бұрылып, доппен бірнеше метр жүре алады және осылайша қарсыласының бірінші қысым сызығын бұза алады. Родри басқаша әрекет етеді. Оған допты алаңның жартысынан өткізудің қажеті жоқ. Оның негізгі қаруы позиция, таңдау, шешім қабылдау және пас беру. Родри үнемі өзін орталық қорғаушы ретінде көрсетеді. Олардың алдындағы кеңістікті басқарады және бір пас беру арқылы ойыншыны сызықтар арасынан таба алады немесе шабуылды екінші қапталға жылдам ауыстыра алады. Бұл жерде өте қызық пайда болады. Испания құрамасы біз бұл екі футболшының бір-бірін қаншалықты жақсы толықтыра алатынын көрдік. Родри тереңірек қалып, құрылымның негізін басқарады. Ал Педриге еркін қозғалуға, допты сызықтар арасында іздеуге және шабуылға қосылуға мүмкіндік беріледі. Барселона үшін бұл әсіресе де Йонг жарақат алғаннан кейін маңызды. Фрэнкисіз Педриге үнемі дерлік орталық қорғаушыларға түсіп, әр шабуылды өз бетінше бастау қаупі төнді. Родримен бұл қажеттілік күрт төмендейді. Құрылымды елестетіп көріңіз. Кубарси мен Араужо шабуылды бастайды. Олардың алдында Родри тұр. Педри сәл жоғарырақ еркіндік алады. Ольма немесе Фермин емес. Ол қазірдің өзінде қарсыластың сызықтары арасында тікелей жұмыс істейді. Сонда Педриге енді бір уақытта шабуылдың бірінші ұйымдастырушысы да, айып алаңының жанындағы сәттердің басты жасаушысы да болуы міндетті емес. Бірінші тапсырманың бір бөлігін Родри өз мойнына алады. Бірақ одан да маңыздысы, допты жоғалтқаннан кейін не болатыны. Флик өте жоғары сызықтан ойнайды. Барселона көп футболшылармен шабуылдаған кезде Кубарси мен Араужоның алдындағы кеңістік команда үшін ең қауіпті аймақтардың біріне айналады. Және бұл жерде Родри көп нәрсені өзгерте алады. Ол қарсы шабуылдың бағытын жақсы оқиды. Допты жоғалтқанға дейін де дұрыс позицияны ұстанады және қарсылас орталық қорғаушыларға жеткенше эпизодты тоқтата алады. Оның пайда болуы бірден екі мәселені шешуі мүмкін екен. Доппен ол шабуылдарды бастауға көмектеседі және Педриді босатады. Допсыз ол қауіпті жоғары Флик сызығының сақтандыруына айналады. Содан кейін Родридің трансферін енді Дионның жарақатына реакция ретінде ғана емес, қарастыру керек. Бұл Фликке бүкіл команданың тепе-теңдігін өзгертуге мүмкіндік беретін футболшы болуы мүмкін. Түсініктемелерде жазыңыз, Родри мен Педри бұл жаңа Барса үшін тамаша жұп немесе клуб бұл ақшаны басқа позицияға салғаны дұрыс.